Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге үй жағдайында мастика жасауды көрсетемін. Ең алдымен таза ыдысымызға бір шай қасық тез еритін желатинді саламыз. Менде сиырдың желатины, яғни 1-2 минутта өзі көтеріліп ісініп шығады. Енді оның үстіне 3 ас қасық су құямыз, таза суды. Одан кейін жақсылап араластырамыз да желатинді видеодағыдай, яғни ісінгенше, көтерілгенше қойып қоямыз. Міне достар, менде осылай көтерілді. Енді бұны біз пеште ысытып алатын боламыз. Яғни ерітеміз, еріген кезде ол ысиды, қайнатпаймыз, қайнатуға болмайды. Еріген желатинді жақсылап араластырамыз да, оның үстіне 1 шай қасық ванильный сахар саламыз, және де 1 шай қасық таза балды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді консистенциямызға салынған ингредиенттер ерігенге дейін жақсылап араластырып аламыз. Соңында лимонный кислотаны сеуіп, тағда араластырып аламыз. Дайын болған сұйық консистенциямызды алдын ала дайындап алған 350 грамм сахарный пудраға ортаңғы бетіне құйып, жақсылап қамыр илейміз. Достар, ең басында қамырымыз иленбейтіндей көрінеді, бірақ та қатты илеген сайын ол қамырымыз жұмсара бастайды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамыр қаттырақ болып тұр. Оны біз осылай жұмсартып аламыз. Жұмсарған сайын ол бізде сулана бастайды. Яғни енді қамыр илеп алған соңында біз 1 шай қасық кукурузный крахмалды себеміз де, сол себілген крахмалдың үстіне жаңағы қамырымызды қайтадан илеп шығамыз. Келесі дайын болған қамырды 2 бөлікке бөлеміз. Бірінші бөлігін өзінің түсінде қалдырамыз да, екінші бөлігін, яғни бояйтын боламыз. Ол бізде пищевой краситель, яғни сіздер қандай түске бояйсыздар, өздеріңіз білесіздер. Мен осындай қызғылт күлгін немесе қызыл түске бояйтын боламын. Яғни екінші қамырды осылай ашып алам да, оған 1 тамшы пищевой красительді құямын. Пищевой красительді құйып алған соң, қамырымызды жақсылап қызғылт немесе күлгін түс шыққанша жақсылап илейтін боламыз. Міне достар, біздің үй жағдайында жасалған мастикаларымыз дайын болды. Яғни біреуі боялып, біреуі боялмаған. Достар, енді осы мастиканы, яғни торттың бетін қаптасаңыздар болады, немесе басқа да формаларда шығарсаңыздар болады. Келесі видеода мен сіздерге мастикамен қалай жұмыс жасауды көрсететін боламын. Достар, менің каналыма тіркеліп, маған лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Достар, осы рецептпен мастиканы жасауларыңызға болады. Өте оңай, ешқандай қиыншылығы жоқ. Бастысы магазиндікінде болып шығады.